Еркектің қадірі қашан кетеді? Еркектің қадірі ақшасы азайғанда кетеді. Еркектің қадірі уәдесін орындамаған кезде кетеді. Екі сөйлеген ер өзін өзі арзандатады. Халқымыз айтады, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, еркектің күші сөзінде. Айттың ба, орында. Бұл өзгермейтін қағида. Неге кейбір адамдардың жолы болмайды? Кей адамдар үнемі жолы болмайды. Себебі олар өзіне сенбейді. Күмән ең үлкен жау. Сенбеген адам әрекет етпейді. Әрекет етпеген адам нәтижесіз қалады. Тағдыр тек мүмкіндік береді, ал шешімді сен қабылдайсың. Сенім адамның ішкі оты, от сөнсе, жолың қараңғы деген сөз. Үндемейтін адам неге қауіпті? Айқайлағаннан қорықпа, үндемегеннен қорық дейді. Айқайлаған адам эмоцияда, ал үндемеген адам ойда болады. Сабырлы адам асықпайды. Бірақ шешім қабылдаса, нақты қабылдайды. Тыныштық әлсіздік емес, ол ішкі күштің белгісі. Сабырлы адам ашуланбайды, бірақ ұмытпайды. Адам баласына ең керек нәрсе тыныштық. Сенің ақшаңда табылатын шығар, атақ абыройыңда келетін шығар, бірақ ішкі тыныштық болмаса, бәрі бос сөзге тең болмақ. Кей жеңіс айқаймен келгенімен, ал нағыз бақыт үнсіз күйінде қала береді. Өзіңмен тату болу ең үлкен жетістігің. Ішің тыныш болса, өмірің жеңіл, көңілің тыныш. Бақыттың ажары жанарың мен күлкіңнен есіп тұрады. Жақсылық ешқашан жоғалмайды. Бүгін сен жасаған жақсылық ертең саған басқа жолмен қайтып келуі мүмкін. Халқымыз айтады, жақсылық қылсаң өзіңе. Біреуге күлкі сыйласаң, бір күні сол күлкі өзіңе тірек болады. Жақсылықтан ұтылған адам жоқ. Өміріңе жарық беретінде, өміріңе қуат беретінде дәл осы жақсылық. Бұл жай ғана видео емес. Бұл ой бөлісетін орта. Саған қандай ой келді? Төменде қалдырыңыз. Бізден адасып қалғыңыз келмесе, бізді жоғалтып алмайын десеңіз, бізді сақтап алыңыз.